Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ad-darsul 20, 20-ші дәріс. Ғирқун деген тамыр, талдың тамырын айтады, бұтақтардың тамырларын. Ороқун көпшесі. Осынун деген бұтақ, ағысонун бұтақтар, қишрун деген қабық, талдың қабығы. Құшурын көпшесі, хаббун деген дән, егетін дән. Хубубун көпшесі. Варақун деген жапырақ, аурақун жапырақтар, захарун гүл, азхарун гүлдер, самарун жеміс, асмарун жемістер, ғойрун деген басқа, ағиярун басқалар. Енді мына жерден битейік қазір. Абияду ақ деген, әйел тегісі астында мынау. Байдау деген ақ. Көпшесі мынау. Бидун. Ақтар деген. Осылай жаттап алсаңыздар болады. Көпшесінің әйел тегі ертегі разница жоқ, екеуі бірдей. Асваду деген қара, саудау әйел тегінде қара, судун қаралар. Ахмару деген қызыл, хамрау әйел тегінде хамрау, көпшесі хумру. Асфару деген сары, әйел тегінде сафрау болады, көпшесі суфрун. Ахтару деген жасыл, әйел тегінде хадрау болады, әйел тегінде көпшесінде худрун болады. Азрақу деген көк, әйел тегінде зарқау, көпшесі зурқун болады. Арқату деген ала деген ала, шұбар деген мағына. Әйел тегінде рақтау, көпшесі роқтун. Аджуафу деген қуыс, іші қуыс бос деген мағына. Қуыс деген. Жауфау әйел тегінде жауфа, жуфун көпшесі. Хаббатын деген бір дән, варақатын деген бір парақ, захратын деген гүл, самратын деген жеміс. Алла дейді қазір. Ғойру бәкрин, бәкір емес деген. Ғойру бәкри деген, бәкірден басқа деген ғой. Бәкір емес деп айтса да болады, бәкірден басқа десе болады. Ғойруху, одан басқа. Ғойру ка, сенен басқа. Ғойру кәбирин, үлкен емес деген бұл жерде. Әш-шайул ғойрул кәбиру, үлкен емес нәрсе дейді. Үлкен емес нәрсе. Ал-варақул ахтару, жасыл жапырақ. Ал-аурақул худру, жасыл жапырақтар. Ас-самрул ахмару, қызыл жеміс. Ал-асмарул хумру, қызыл жемістер. Аударғаныңызда хумрутты көпшемен аудармаймыз да, қызылдар, жемістер демейміз, мағынасы түсініксіз болып қалады. Араб тілінде көпше болса да, қазақша аударғаныңызда бұны жекеше мағынамен аудара береміз. Қызыл жемістер деп. Ал-джумал арабия, арабша сөйлемдер. Ғирқу хази шажарати тавилатун, мынау ағаштың тамыры ұзын дейді. Ороқул әш-шари кәсиратун, ағаштардың тамырлары көп. Осуну тилка шажарати муаджатун, анау ағаштың бұтақтары қисық. Ал-ғусунул мустақимату қалилатун, төп түзу бұтақтар аз. Аурақу аксарил әш-шари худрун, ағаштардың көбісінің жапырақтары худрун дегенде жасыл дегені. Жасыл дейді. Хазил варақату хадрау, уатилкал варақату хамрау, мынау жапырақ жасыл, және анау жапырақ қызыл дейді. Аурақу бағдил әш-шари зурқун,
ағаштардың кейбірінің жапырақтары көк. هذه الزهرة حمراء وتلك الزهرة بيضاء. Мынау гүл қызыл және анау гүл ақ дейді. Азхару бa'дл ашшари бидун. Ағаштардың кейбірінің гүлдері дейді ақ. Азхару хазихи шажарати суфрун. Мынау ағаштың гүлдері дейді сары. Хазихи захрату аззарқау сағиратун ва тилка захрату роқтау кабиратун дейді. Мынау гүл зарқау көк дейді. Жоқ қазір. Мынау көк гүл дейді кішкентай дейді. Мынау көк гүл кішкентай. Ва тилка захрату роқтау кабиратун. Және анау алла-бұла гүл үлкен дейді. Асмарул ашшари қалилатун. Ағаштардың жемістері аз дейді. Хазихил асмару судун ва тилкал асмару хумрун. Мынау жемістер қара және анау жемістер қызыл. Асмару бa'дл ашшари суфрун. Ағаштардың кейбірінің жемістері сары. Ва асмару бa'диха зурқун. Және ағашқа айтады. Ағаштардың кейбірінің жемістері көк. Хазихи самратул хамрау мустатилатун. Мынау қызыл жеміс төп түзу. Тилка самрату аззарқау қасиратун. Анау көк жеміс қысқа дейді. Қишру хазил самрати сульбун. Мынау жемістің қабығы қатты. Қушурул ашшари лайнатун. Ағаштардың қабықтары жұмсақ. Қушуру бa'дл асмари құруқтун. Жемістердің кейбірінің қабықтары дейді құруқтун ала-бұла шұбар деген. Хубубу хазил асмари касиратун. Мынау жемістердің дәндері көп. Хазил хаббату саудау сағиратун. Мынау қара дән кішкентай дейді сағиратун. Аксарул хубуби сульбатун. Дәндердің көбісі қатты. Бa'дл хубуби лайнатун. Дәндердің кейбірі жұмсақ. Бa'дл асмари жуфун. Жемістердің кейбірі бос дейді. Ішінде дән жоқ. Бос дейді. Аксарул асмари лайсат bijufin. Жемістердің көбісі бос емес, яғни іші бос емес. Пустой емес деген. Хазихи шажарату жауфау. Мынау ағаш дейді қуыс дейді, іші бос. Қалами ажуафу. Менің қаламым іші бос деген, іші қуыс деген. Уруқу хазихи шажарати лайсат бисульбатин. Мынау ағаштың тамырлары қатты емес. Усуну тилкал ашшари лайсат би мустақиматин. Анау ағаштардың бұтақтары төп түзу емес дейді. Аурақу аксарил ашшари лайсат би зурқин. Ағаштардың көбісінің жапырақтары көк емес. Азхару бa'дл ашшари лайсат би бидин. Ағаштардың кейбірінің гүлдері дейді ақ емес. Ағаштардың кейбірінің гүлдері ақ емес. Асмарул ашшари лайсат би касиратин. Ағаштардың жемістері көп емес. Қушуру хазихил ашшари ғойру сульбатин. Мынау ағаштардың қабықтары қатты емес. Хубубу хазихил асмари ғойру судин
هذه الورقة ليست ببيضاء. Мынау жемістердің дәндері не дәндері қара емес. Мына жерде уә деген түсіп қалған ғой, по-моему, қателеспесем. Осы жерде уә болды. وهذه الورقة дейді. Ал мынау жапырақ дейді. Ләйсет ақ емес дейді. Ақ емес. Тилка захрату ләйсет бисаудаа. Анау гүл қара емес. هذه الثمرة ليست برقطاء. Мынау жеміс ала емес. Ала бұлай емес. تلك الحبة ليست بجوفاء. Анау дән пустой емес, іші қуыс емес. هذه الصحيفة بيضاء وتلك الصحيفة صفراء. Мынау бет ақ дейді. Және анау бет сары. Кітаптың бетін айтып жатыр ғой. Қалами парақ деп айтсақ та болады. Мына бет, мына парақ деп. Қалами ахмару ва қаламука ахдару. Қалами менің қаламым қызыл дейді. Және ка деген сенің қаламың жасыл. Хибру хадихил михбарати асваду ва хибру тилкал михбарати ахмару. Мынау сиясауыттың сиясы дейді, қара дейді. Және анау сиясауыттың сиясы қызыл. Ал-хибрул асваду каthирун вал-хибрул ахдару қалилун. Қара сия көп дейді. Және жасыл сия аз дейді. Хибру михбарати алиин ахдару. Алидің сиясауытының сиясы дейді. Ахдару жасыл. Хаза шайу хаджарун абияду. Мынау нәрсе ақ тас. Зака шайу тинун асваду. Анау нәрсе қара балшық. Аксарул ахжари бейдун. Ағаштардың көбісі, тастардың көбісі ақ. Аксарул атияни судун. Балшықтардың көбісі қара. Хазал хаджару имма абияду ау асваду. Мынау тас не ақ немесе қара дейді. Хазал хаджару лайса би асвада. Мынау тас қара емес. Бәл хуа ахтару. Керісінше ол жасыл. Ал-ахжару зурқу غير كثير لعلي صحيفة بيضاء وغلاف أحمر. Al-ахжару зурқу көк тастар дейді. Көп емес дейді. Көп емес. Көк тастар көп емес. Мына жерден бөліну керек жаңа сөз. Уә деген сөз болу керек. Лиалин сахифатун байдау ва ғилафун ахмару. Алидің ақ парағы бар дейді, сахифа. Парағы бар және қызыл қаптағышы бар дейді. Лайса ли валиин дафтарун абияду вала ғилафун асваду. Алидің ақ дәптері жоқ және қара қаптағышы жоқ. Лаху хибрун асваду ва хибрун ахмару. Оның қара сиясы бар және қызыл сиясы бар. Лака қаламун асваду ва михбаратун сафрау. Ка деген сенің дейді. Сенің қара қаламың бар және сары сиясаудың бар. Лихази шажарати
أغصان معوجة وليس لها أغصان مستقيمة أصلا дейді. Мынау ағаштың дейді қисық ағаш бұтақтары бар дейді. Мынау ағаштың қисық бұтақтары бар дейді. Және оның дейді ол ағаштың мүлде түп түзу бұтақтары жоқ дейді. لتلك الشجرة أوراق غليظة وأغصان طويلة. Анау ағаштың дейді жуан тамырлары бар және ұзын бұтақтары бар. ليس لهذه الشجرة أوراق خضر ولا أزهار حمر дейді. Мынау ағаштың дейді жасыл жапырақтары жоқ дейді. Және қызыл гүлдері жоқ дейді. Жоқ. Лә деген жоқ. Мынау ағаштың жасыл жапырақтары жоқ және қызыл гүлдері жоқ дейді. Ал-инсанул гайрул гонию фақирун дейді. Бай емес адам кедей дейді. Бай емес адам ол кедей деген мағына ғой. Бай емес адам кедей дейді. Ал-инсанул гайру сахиху маридун. Сау емес адам ауру дейді. Сау емес адам ауру болады. Ал-инсанул фақиру гайру гонин. Кедей адам бай емес. Ал-инсанул мариду гайру сахихин. Ауру адам сау емес. Халлака хибрун ахмару. Сенің дейді қызыл сияң бар ма дейді. Ла лайса ли хибрун ахмару аслан. Жоқ дейді. Менің дейді мүлде қызыл сиям жоқ дейді. Балли хибрун асваду фақат. Бәлкім дейді менің тек қана қара сиям бар дейді. Алла. Осымен 20-ші дәрісіміз аяқталды.